Ассалаумағалейкум арнамыздың құрметті көрермендері. Бүгінгі бейне блогымыз ұлы жүздің дулат шымырынан шыққан атақты Сартбайдың ортаншылы Қожық Батыр бабамыздың кезекті жылдағы жиын асы жайлы болмақ. Осы жиын асы жайлы Қожық баба ұрпақтары бізге хабарласып келіп, сүруімізді өтінген соң біз бір Аллаға сыйынып жолға шыққан болатынбыз. Өздеріңіз білетіндей, алдағы сандарымызда біз осы Қожық Батыр баба жайлы арнайы бейнеблог түсірген болатынбыз. Қожық Батыр атақты Сартбайдың батыр үш ұлының ортаншысы, үлкені ұлы жүздің қол бастаушысы Қойгелді Батыр Хазірет болса, ортаншысы Қожық Батыр, үшіншісі Ақша Батыр. Қожық Батыр атақты Аңырақай шайқасында ұлы жүз қолының туын ұстаушы батыр сардар ғана емес, сонымен қатар Қытайдың астанасы Пекинге барған Қазақ хандығының елшілігінің құрамында болып, өзін тек қана батыр ғана емес, сонымен қатар елші ретінде өзге қырынан көрсеткенін біз тарихтан жақсы білеміз. Жалпы осы сапарымызда Қожық баба ұрпақтарынан шыққан елге сыйлы, елге қызмет еткен ел ағаларымен сұхбаттасып, осы Қожық баба батыр жайлы өз пікірлерін біліп, және осы жиын астың барысы жайлы сұхбаттасудың сәті түсті. Ал сайлау болмаған мынау Қожық бабаның бүгін есіне келіп отыр, жылдар кезекті асына. Бұл кісіні біз білеміз, кезінде ұлы жүздің қолбасшысы болған, туын ұстаған. Енді өзіңіз білесіз, қазірде мысалы олимпиада болсын, үлкен жарыстар болсын, ту ұстау деген кімдердің қолына берілмейтін өте үлкен абыройлы іс та. Енді бұл туралы біз кезінде түсіргенбіз, бірақ енді бұл сәті келгенде сізді жолықтырғанымызға қуаныштымын. Енді осы жайлы Қожық баба жайлы өзіңіздің білгеніңізді айтып берсеңіз бізге. Дұрыс. Қайда айтып, мына тарихпен айналысқандарына рахмет. Жастарға үлкен үйе бұл өте бір жақсы нәрсе. Мына қазақтың тарихын қарап отырсаңыздар, ұлт азаттық көтерілісі деп ең бірінші ұлт азаттық көтерілісі осы 1723 жылы басталған. 1723 жылы жоңғарлар осы қазақтарға басып кіріп, жаңағыдай осы қазақтың жерін тартпақшы, қазақты қырмақшы, сондай бір дүрбелең заман болған. Сол заманда осы Қойгелді бабамыз, Сарту Қойгелді бабамыз, соғысы жаңағы ұйымдастырған осы ұлы жүздің бәрін. Сонда оның туған інісі Қожық бабамыз, оның туған інісі Ақша бабамыз, осы үшеуі бірігіп, Қойгелді қолбасшы болған, Қожық туыстаушы болған, Ақша Батыр, ол жаңағыдай найзагер болған. Осы үшеуі ұйымдасып, осы жерден Билікөлдің жағасында, ал енді мынау сол кезде жалғыз осы үшеуі емес қой, шырғаларымыз, Ошақты бабаларымыз бар, одан кейін Сіргелі бар, одан кейін жаңағыдай көп осы бүкіл ұлы жүздің бәрі басып біріктірген. Сөйтіп осы көлдің жағасында әскер құрған. Сөйтіп осы Қожық бабамыз өте епті, өте шешен, өте сондай бір батыр болғандықтан осы туды бүкіл ұлы жүз бірігіп шешіп осы Қожық бабамызға тапсырған екен. Солар асқақ туы Қожық батыр деп атағаны соған. Өйткені ол туды еш орта шықпаған. Сөйтіп осы туды бірінші көлдің жағасында жетім шоқ деген жер бар қазір. Болса білесің. Сол жетім шоқының үстінде бірінші ту көтеріп шыққан. Осы Қожық бабамыз болған. Бұл туралы мына жаңағы бұның егемен қалған жылдары бірінші рет осы Қытайға барып қойшыға салғалы деген ағамыз сол жүздері қап келген, сол жүздердің бір денегі осы Қожық бабамыз бен жас бабамыздың ұлы Жолан екеуі Бейжіңге барып елшілік жұмыстармен айналысқан. Мінекей содан жаңағыдай осы бабамыздың жаңағы туралы мына Ақселеу Сейдімбек деген Тарақ деген немен шығып атты берген отыр. Осы жазушы, этнограф оқыса өте белгілі ғалым. Сол қазақтың батырлары деген еңбегінде осы жаңағы Қожық бабамыздың ерлігін жазып, онда бүйтетін Аңырақай шайқасы 1751 жылы болды ғой. Сонда сол шайқасқа дейді Қойгелді қол бастап келді ұлы жүздің, Қожық ту ұстап келді ұлы жүздің, ал найзагері Ақша Батыр болды дейді. Сол шайқаста
қойылдың екіншісі ақшамен қожық үш рет жекпе-жекке шығып үшеуінде де жеңіске жеткен дейді. Ал енді қожық тұлжығытпен туыстаушы болған дейді. Сол шайқаста Сүйінбай бабамыздың айтатын бар ғой, мынау бөрі байлақ көтерілсе қозып кетер қайдағын деген бір әдебиетте барлық жерде бар. Сонда сол неде аңырақай шайқасында осымыздың қожық бабамыз сол бөрі байрақты көтеріп шыққан дейді. Ондай деректер бар. Ол жөнінде Бақтияр Әбілдәуов деген жазушы көкеміз оған ниетті оқырып, өте бір мықты қазаққа белгілі кісі болған. Соғыстың еңбегінде бар айтылған жағдай. Ол енді үлкен атақты кісілердің еңбегінде айтылған бұның барлығы. Мына оның тұлғалар дегеннің несінде бар бұл Қойгелді баба туралы жазғанда арасында қожық інісі туыстаушы болып жазған жағдай. Сондай деректер өте көп. Осының бәрі осы кеселен соққан кезде осы кеселен осы қожықтың да ұрпақтары үлкен көмек берді. Сол кезде осы кеселеге еңбек сіңірген азаматтар өте көп. Бұл жерде біздің қарындастарымыз да еңбек сіңірген. Аманжолова деген қарындасымыз бар. Экс-депутат қазір. Оның кейін қазір Рахия Сейтбекова деген қарындасымыз бар. Соның бұл жерде өте көп еңбек сіңірген бөрі деген азамат осы жерде отыр. Ол Сәлімбек деген ағамыз көмектесті. Ал енді бәрінен бұрын осы Ергешбек көкеміздің еңбегі өте зор. Өйткені Ергешбек көкеміз осы кірпішін Ираннан алдырып берді. Ираннан. Кеселен кірпішін Ираннан самолетпен алдырып, оны еще өзі осы өзі ұйымдастырып бала шағасымен осы тасын жүріп жеткізіп берді. Сонда бірінші рет көрдік бұндай кірпіштерді. Кәдімгі салафамен қапталған сөйтіп келген. Ондай кірпіш көрмеген ол кезде. Ертең соғарғы кезде. Міне осының барлығын ұйымдастырып тұңғыш президентіміз болған Солтыбай Еркінбек Бейсенбекұлы болған. Міне соғыстың бастауымен осы жерде Ақшыл Жұмабай Байбаншақұлы деген көкеміз болған. Сол Ақшыл Жұмабай Байбаншақұлының еңбегі өте зор болған сіңірген. Оның қалғандардың барлығы өз үлестерін қосты бәрін. Ешкім шет қалған жоқ. Бәріне рахмет. Бәрі бала шағасын қызығын көрсін, өсіп өне берсін. Ал енді бұл кеселегіміз жалғыз қожық бабамыздың ұрпақтары жиналмайды. Bu yerде осы ары бері өткен 300 басы қосылып өшеді. Жылда солай бір керемет жағдай болып тұрады. Міне қазір өзіңіз көріп отырсыз ғой. Міне газеттен 300-ден астам адам осы қожық бабамызға беріп жатқан Құдай асқан қолын жайып жатыр, Құранға жайып келіп сөйтіп жатыр. Ал енді бұл енді қожық бабамыздың туыстап шыққан жері жетіп жоғын бастап кезінде экспедиция ұйымдастырдық. Осы Солтыбай Еркінбек Бейсенбекұлы бастап, жаңа ата-баба кісілердің бәрі бар. Осы жерде соның төбесіне шықтық. Жетім жол әлі күнге дейін сол жетім жолдың төбесінде туып неған жердің әлі тастар бәрі сол тұр ғой жаңа. Енді келешекте Құдай қаласа енді сөйлем сол жағы Қойгелді, Қожық, Ақша, батырлардың аты жазып сөйлем сол туды қожақпа деген ниеттеріміз бар соның басынан. Ал енді жетім басындағы кәдімгі ту тігілген бір метрлік таспен үлкен адамдар үйдің орнында жерде сондай тұр. Сөйді үлкен соғыс болған, жоғарыдан сөйдің бетін қайтарған, содан басып жоғарыдан қақ баса жерге қолап барған ғой біздің. Мен осы туралы кітап жазып, енді жалғыз мен емес қой ол туралы жазып отырмын. Ертең күні біреу болса біреу жаңағыдай не болмасын, қарсылық тудырмасын, сен мына жерде дұрыс жазылмады деп айтпасын деп, мен осыны Астанада мына кәдімгі ұлттық кітапханаға барып өткіздім. Ол ұлттық кітапхананың рахмет қызметкерлерінен. Олар осы электронный вариант жасады. Электронный вариант жасап, мына қазірден қарасыңыз тауып аласыз. Электронный несін. Соның бәрі міне осы қожет бірде-бірі оған қатыстырған жоқ. Өйткені бұл деректің бәрімен қойшыға салғанның дерегінен. Оның Ақселеу Сейдімбектің дерегінен, Бақтияр Әбілдәуовтың дерегінен бәрі басын құрап жазған кітап қой жаңа. Осы бәрі. Оған ешкімнің несі болған жоқ. Претензиясы анамына дұрыс емес деген сондай бір пікір туған жоқ. Осы қожық бабамыздың әйтеуір
әруақша болсын, бәріміздің аман болып болсын, өсіп өніп жатқанымыздың сол сен тілегі шығар, егеменді қалдық, иншалла. Соның арқасында мемлекетіміз гүлденіп өсіп келеді. Бұның бәрін айта берсек еңбек көп, бұл жерде еңбек көп. Сондықтан бұл Асқар Қожық Батыр бабамыздың әруағы бәрімізді қолдап жүрсін. Қолдап жүрсін. Жалпы осы Қожық Батыр баба ұрпақтарының баба рухына арнаған жылдағы жиын асына шамамен 300-ден астам баба ұрпақтары жиналған екен. Сонымен қатар алыс жақыннан келген стилі қонақтарға арналған арнайы ақ дастарханнан біз де отырып дәм ауыз тидік. Ал құрметті көрермендер, менің қасымда тұрған қазір осы Қожық бабаның тікелей ұрпағы Жамбыл облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Солтыбаев Еркінбек ағамызға сол кісіге сөздің кезегін беремін. Құрметті ағайындар, бүгін дәстүрлі Қожық бабаның ұрпақтары жылына бір рет осында жиналып, ас беріп, бір-бірімен сөйлесіп, сөйлесіп дегендей. Өйткені Қожық бабаның ұрпақтары енді кеңге жайылған, республиканың түкпірінде жүрген адамдар. Сондықтан да әсіресе жастар бір-бірін білсін, бір-бірін танысын деп осындай мақсатпенен Құран оқытып Қожық бабамызға ас беріп, өлер заманмай тірі байымай деген қазақтың сөзі бар. Сондықтан да біз ата бабамыздың тегін тарихын білуіміз керек. Жастар әсіресе білу керек, бір-бірін білу керек. Міне осы мақсатпенен жиналып жүрген жағдайымыз бар. Міне асымыз жақсы өтті, айналайын. Саған да рахмет. Мына құттық бабаларымыздың бәрі осы Бүлгөлдің маңайында өмір сүрген, олар бір-бірін сыйлап өскен сондай жағдайымыз бар біздің. Сондықтан да бәрі аман болсын, жақсы болсын. Қожық Батыр баба асының жылдағы кезекті асының дастархан басында осы әулеттен шыққан жасы үлкен кәрия кісілер тілек айтып, жастарға батасын беріп жатты. Және осымен қатар осы жерде біз түрлі ұлттық ойынның ойналып жатқанның куәсі болдық. Сонымен қатар биылғы Қожық баба Батыр ұрпақтарының кезекті жиын асының ұйымдастырушысы осы әулеттен шыққан Қойбақовтар әулеті екенін естіп білдік. Келесі сөздің кезегін осы Қожық бабаның асына арнайы келген Жуалы аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Сейітхан ағамызға береміз. Ал аға, осы бүгінгі Қожық баба туралы білгеніңізді айтсаңыз, осы жастарға айтатын өнегелеріңіз болса, сол туралы баяндап берсеңіз. Мынау енді Жуалы жер жанат деп атамыз. Жуалы жерінен ерлер шыққан, азаматтар шыққан, батыр бабаларымыз шыққан. Біз сол батыр бабалардың ұрпағымыз. Біздің ар жағындағы Шымырдан тарағаннан кейінгі үлкен бабамыз бұл Сарт бабамыз. Сарт бабадан тараған Қойгелді, Қожық, Ақша Батыр деген 3 бала қалған. Сол 3 баладан бүгінгі күні үлкен бір ұрпақ тарап отыр. 3000-нан 4000-ға дейін жетеді деген статистика бар. Оның енді дұрыстығын дәлелдеу керек. Бірақ бүгінгі күнге біздің араласып жүрген азаматтарымыздың телефонынан санағанда ол 400-ге жетіп қалды. Мен осындай ұрпақ артында қалған бабалардың ұрпақтары осылай жалғасын тауып келе жатыр. Ол ұрпақтардан бүгінгі күні генералдар шығып жатыр. Жаңа Қойбақов деген генерал азамат, ГМБ-ның генералы. Оның ағасы Бауыржан деген ағамыз болған. Ол академик, кешегі бүгін су шаруашылығы дейтін болсақ, кешегі су шаруашылығында өзінің ізін тастап кеткен ғалым академик ағамыз. Одан кейінгі осы бір әулеттен шығып атқан азаматтың біреуі бұл Сейітхан, кешегі мынау Таргу университетінің
проректоры болған, соның профессоры, бүгінгі күнде ғылыми жұмыстармен айланысып жатқан үлкен азамат. Бүгінгі күнге Сейітхан бауырымыз мына Бразилия, Индияның азаматтарымен бірге су шаруашылығындағы проблемаларды ары қарай жалғастырып жатыр. Кеше осының Жамбыл облысынан басталғаны бізді қуантады. Оның ішіндегі тағы қуантатыны осындай азаматтың біздің қожық ұрпағынан болғаны біз үшін өте бір қуанышты дүние деп ойлаймын. Мұны айтып жатқан себебім осы үш азаматтың бүгінгі күні осы қожық әулетінің арасында ағайындарды жинап осы жерге ас беріп жатқаны. Мынау өзі кеше алдын ала айтып кетуім керек. Сарт бабамыз осы жерде 3 баласын жинаған екен. Қойгелді, Қожық, Ақшабатыр деген. Сол Қожық батыр осы жерде Билікөлдің айналасы, мына Билікөлдің жағасы осы жерде қоныстанған үлкен бір ұрулы елміз. Соның ұрпақтары мұны осы әулетте бүгінгі күні тұрып жатыр. Ақшабатыр ұрпағы бұл Жамбыл ауданында тұрады. Ақшабатыр ертеректе 25 жасында Аңырақай шайқасында қайтыс болып кеткен екен. Одан қалған 2 бала Өтемұрат Бекболат деген бала қалған. Ол ұрпақтан да тараған бүгінгі күнге осы Қожық әулеті сияқты үлкен ұрпақ Жамбыл ауданында, мына Курбске дейміз ар жағында Ерназар деген елді мекенде тұрып жатыр. Енді үлкен бір әулет, бұл Қойгелді әулеті болып саналады. Қойгелді бабадан тараған 6 бала бар. 6 баладан үлкен бір ұрпақ тараған, үлкен азаматтар тараған, ел басқарған азаматтар, академиктер шыққан азаматтар, Сатыбалдин деген азаматтар бүгінгі күні қызмет атқарып жүрген, Сейда Зимт деген ағаларымыз бар. Осындай азаматтар бүгін көптеп шыққан, ол елдің ортасында мына Жамбыл облысындағы үлкен ардақты, құрметті ағаларымыз болып саналады. Олардың артында да бүгін олардың балалары, немерелері өсіп келе жатыр. Біздің бүгінгі бір осы жерге ас беру себебіміз, біз осы ағайындардың бәрін шақырдық. Ол бір татулықтың белгісі, ынтымақтың белгісі, бірліктің белгісі. Өсіп келе жатқан балаларды ертең ұрпақты бірімен бір таныстырып, сен осындай әулетсің. Қазақ атамыз айтып кетеді ғой, жеті атасын білмегеннен без деп. Сол айтқандай біз жеті атасын бұлар білу керек. Біз бүгінгі күні сол Сарт бабамызды айтатын болсақ, Сарт бабамызға дейін біз 8-7 атаға жетіп қалдық. Осындай бір қағидаларды атадан қалған осы азаматтарға біз тастауымыз керек. Ол менің жасым бүгін 70-тен асып қалды. Менің осындай бізде бала болған кезде біз кімсің десе шымырмыз деп жүре беретінбіз. Бүгін әр әулет, әр ру өзінің аталарын осылай таныстырып, елдің бірлігін, ағайынның бірлігін ойлаған азаматтарымыз бүгін. Біз сондықтан да біз бүгінгі күні жинап отырған біздің мақсатымыздың біреуі бүгінгі күні осы. Бүгін Құдайға шүкір бір 500 адамға тарта осы жерде жиналды. Ас тараттық, Құран оқыттық. Өліге иман дейді, өліге Құран дейді. Өліге керегі иманы, бүгінгі оқылған Құраны. Тірі адам әр уақытта өзінің тіршілігін етеді. Құдай соның берекесін беріп, артындағы ұрпақ ары қарай жалғасып жатса, әр азаматтың өзінің қуанышы осы болады ғой деп ойлаймын. Біздің де бүгінгі ойлағанымыз осы, тірі адамдар тіршілігін етіп, еңбегімен елге танымал болып, артындағы ұрпақ өсіп, бала-шағасының қызығын қуанышын барса, адамның бақыты осы дейді. Мұхтар Әуезовтің жақсы сөзі бар, бақытыңды баладан ізден деген. Біз өзіміздің бақытымызды сол артымызда келеткен ұрпақтан іздеуіміз керек. Жасымыз келген кезде біз солармен қуануымыз керек. Солардың биіктен көрінгенін көруіміз керек. Ол азаматтардың бір шаңырақта қалып қалмай, елдің баласы болған ойлауымыз керек. Елге қызмет етсін деген ойдамыз. Бүгінгі айтылған сөздердің барлығы да осының төңірегінде болды ғой деп ойлаймын. Бүгінгі біздің асымызға мына Құран оқытуға Астана қаласынан, Тараз қаласынан, мына Жуалы ауданынан, Жамбыл ауданынан, Байзақ ауданынан, Алматы, Тараз қаласынан келген азаматтар бар. Жаңа Алматы қаласынан келген азаматтарымыз да бар. Біз үлкен рахметті айтқымыз келеді. Елді сыйлап, туған жерді сыйлап, ағайынды сыйлап келіп жатса, бұл қуантатын нәрсе. Біздің бүгінгі енді шерағаңда сөзі бар ғой, мынандай жазып кеткен сөзі бар. Әр уақытта өзінің туған бала өзінің жерін сағынады, елін сағынады. Сол толар бір кем дүниесінде шерағаң былай жазып кеткен. Мен қайда жүрсем де елімді сағынам дейді. Америкада жүрейін, Европада жүрейін, Великобританияда жүрейін, қайда жүрсем де мені Жуалыға тартады, мені Мыңбұлаққа тартады, менің туған атанам туған жерге тартады дейді. Біз де міне осындай қағиданы өзіміздің алдымызға алып, біз де артымыздағы келген ұрпақты өзінің туған жерін, ата бабасының туған жеріне тартып, кешегі тарихты естеріне сап, кімнен екенін, аталарының ерлігін, аталарының жүріп өткен жерлерін, тарихын еске салу үшін жасалып отырған дүние деп есептейміз. Рахмет аға. Ал Талғат аға, бүгінгі Қожық бабаның кезекті асынан өзіңіз осы Қожық баба туралы білгеніңізді айтып берсеңіз бізге. Құрметті де
қадірменді ағайындар, құрметті Қожық бабаның ұрпақтары. Бүгін енді Алланың қалауыменен барлығымыз осы Қожық бабаның басында қойылған кесенеге кеп жиын жасалды бұл жерде. Құран оқылды. Осы Қазақстанның түкпір-түкпірінде жүрген Қожық бабаның ұрпақтары жиналып жылда осы жерде ас беруде. Бұл енді Қожық баба келетін болсақ, бұл кісі бұрынғы деректерге сүйене келетін болсақ, 1710 жылы туылған деген дерек бар. Өйткені бұл Қожық бабамыздың үлкен ағасы Қойгелді бабамыз 1703 жылы туылған деген дерек бар. Енді Қожық бабамызға келетін болсақ, бұл кісі осы ағасы Қойгелдінің туын ұстаған. Қазақта бөрілі байрақ деген болған. Соның бірден бір ұстаушысы, соның иегесі сол Қожық баба болған деген дерек бар бізде. Ендігі бір мәселе 1756 жылдан бастап 1759 жылға дейін біздің Қожық бабамыз Қытайда елшілікте болған екен. Сол елшіліктегі еткен еңбегінің қайыры шығар. Сол 3 жыл, 4 жыл сол Қытайда елшілікте болған кезде осы сыртта жүрген қазақтардың қаншалықты қай мемлекетте, әсіресе сол өзінің елшілікте жүрген жеріндегі Қытайда қанша қазақтар болғанын соны анықтап бірден бір елге қайтуға үлес қосқан, сөбел үлес қосқан осы Қожық бабамыз дейді. Ал қазіргі кейінгі заманға келіп тоқталатын болсақ, Қожық бабаның ұрпақтары осы Қазақстан Республикасының экономикасына өніп өсуіне, өркендеуіне сөбел үлес қосып жатқан азаматтар біздерде бар. Солардың бірден бірі бүгінгі Қойбақовтар әулеті келіп үлкен ас берді. Қазақстанның түкпір-түкпірінен ағайындар жиналды. Бұл асқа бірнеше мемлекет және қоғам қайраткерлері келіп қатысты. Ең бастысы бабаға жасалған құрметке ағайын туған ел жұрт тегіс келіп қатысты. Үлкен молдаларымыз келіп Құран оқыды. Осы Құранымыз қабыл болсын дейміз. Егеменді еліміздің көк байрағы көкте желбірей берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегім келеді. Рахмет. Рахмет аға. Осымен біздің бүгінгі Қожық Батыр бабаның жылдағы кезекті асы жайлы шағын бейне блогымыз аяқталды. Құрметті арнамыздың көрермендері, арнамызға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, жылы пікір жазып, арнамыздың сілтемесімен басқа әлеуметтік желілерде бөлісе жүріңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Тек келесі кездескенше Алла амандығын берсін ағайын.